Бұл бейне сабақта біз сұрақ кітапшасын толықтай шығаратын боламыз. Математика пәнін. 2011 нұсқа, 2014 жылғы сынақ сұрақ кітапшасы. Біз бұл кітапшаның ішінде емес, арнайы парақшаға шығарамыз. 2011 нұсқа, алғашқы есебі теңдеуді шешіңіз. Бұл пропорция, қарама-қарсы көбейту. 7,5 мен 1,2 қысқартып алуға болады. Оны екеуін қысқартсақ, 3 бөлінген 1 болады. Енді пропорция мынау былай көбейтіледі, мынау былай көбейтіледі. 1-ге көбейтсең x минус 5-тің өзі, 3-ге көбейтсең 3x минус 12. Минус 12-ні мына жаққа плюс 12 қылып жіберсең 7. Мына x-ті мына жаққа минус x қылып өткізсең 2x тең 7, x тең 3,5. Бірінші есептің жауабы. Бұл оңай есеп. Екіншісі, жұмысшы 3 күн жұмыс істеп 340 бұйым дайындады дейді. 3 күн жұмыс істеген 340 бұйым дайындаған. Бірінші күні ол жоспарды орындады. Екінші күні жоспарды 15%-ке артық орындады. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 10 бұйым артық дайындады. Жұмысшы әр күн сайын қанша бұйым дайындаған анықтаңыз дейді. Біз бұл есепті шығарғаннан көрі, мәселе есептерді көбінесе вариантпен тексерген ыңғайлырақ болып келеді. Мысалға біріншісін қоссақ барлығын 350 шығады. Бізде барлығында 340 бұйым дайындады деп беріп тұр. Сондықтан жауабы емес точно. Енді қалған жауаптарды мынау бойынша тексерейік. Екінші күні жоспарды 15%-ке артық орындады. Яғни бірінші күнге қарағанда екінші күні 15% артығырақ болу керек. Ол жауапты біртіндеп тексерсеңіз бұл жауапқа жетесіздер. Мысалға, дұрыс жауап мынау бірден айтайық. Ал әзірге видео урокта бұның барлығын тексеріп жататын уақыт жоқ. 100, одан кейін 115, тура 15%-ке артық. Есептің шартында айтылғандай, одан кейін екінші күнге қарағанда 10 күн бұйым артық дайындады, үшінші күн дейді. Екінші күнге қарағанда 115, 125, 10 бұйым артық дайындады. Осылай варианттармен мына айтылған шарт бойынша тауып алуға болады бұндай есептерді. Келесі есеп. Логарифм теңдеуі, логарифм деген мына x 3-тің 1 дәрежесіне тең. 5x бөлінген 2 қосу 3 тең. 3-тің 1 дәрежесі 3. Мына плюс 3 минус 3 болып өтеді. Сонда 5x бөлінген 2 тең 0. Значит, x тең 0. Есептің жауабы. Келесі есеп теңдеулер жүйесін шешіңіз. Бұндай есептерде x-дің орнына қоямыз. Y пен x-дің орнына мәндерін жауаптар тұр дайын. Бірінші 1 мен 1-ді қойып көрейік. Егер 1 мен 1-ді қойсақ, онда ештеңе өзгермейді. 1-ге өткенде 2 қосу 3 5. Әзірге дұрыс. Мына жерге де 1 мен 1-ді қойсақ, 5 азайту 1 4. Екеуінде де дұрыс шығып тұр. Значит, есептің жауабы 1 мен 1. Бесінші тапсырма. Тригонометрия синус 20 градус қосу синус 80 градусты есептеңіз дейді. Синус пен синус қосылғанда өзінің арнайы формуласы бар. Синус альфа қосу синус бета деген. Бұл формула 2 синус альфа қосу бета бөлінген 2 косинус альфа азайту бета бөлінген 2. Осы формула бойынша 2 синус альфа қосу бета бөлінген 2 деген мына екеуін қосып 2-ге бөлеміз. 20 мен 80-ді қоссақ 100, 2-ге бөлсек 50 градус. Ары қарай косинус азайтып 2-ге бөлеміз. 80-ден 20-ны азайтсаң 60, 2-ге бөлсең 30. Енді синус 50-де ешқандай мән жоқ. Ол тұра береді. Косинус 30-да түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Бөлу 2 мен мына 2 қысқарады. Сонда есептің жауабы түбір асты 3 синус 50 градус. Келесі есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. 2 косинус жақшаның ішіне оқыпты. Бір ғана x-ті негізі жақшаға алудың қажет жоқ. Тең 0 дейді. Дербес жағдай косинустың 0 болатын жағдай. Мына таңбаны сызсақ 0-ді табатын тұғыз. Плюс пен минус 0 ортасы пи бөлінген 2. Есептің жауабы пи бөлінген 2 плюс pn. 0-дерге бір ғана pn қосылатын. Енді бөлінген 2 есептің жауабына көбейтіледі. Бөлімде тұрса, ал мына көбейтіледі. Мына жерге, сосын мына жерге. Сонда есептің жауабына 2 мен 2 қысқарып пи қосу 2 pn. n-z-ге. Келесі. Графигі бойынша түзудің формуласын анықтаңыз дейді. Мына түзудің мына жақтан формуласын табу керек. Біріншіден, мына жаққа қарай, оң жаққа қарай өссе түзу. Онда x-тің таңбасы плюс болады деген сөз. Егер былай өссе.
Былай төмендесе, онда x-ның алды минус болады деген сөз. Қазір біз x-ның алды плюс болу керегін білеміз. Мына өсіп жатыр. Сондықтан мына жауап емес точно. Минус деп тұр. Сосын мына жауап емес точно. Минус деп тұр. Енді қалғанын біз мынау бойынша тексереміз. Екі нүкте бойынша бір кез келген мына нүкте мысалға бізге белгілі. X-і 4 дейді, Y-і 1 дейді. Сонда X-ның орнына 4 қойғанда бізден 1 шығу керек. Тура. Қойып көрейік, мысалы мынаған қойық 4 X-ның орнына. 4-ті. 16, 16-тан 1 дәлізден 15. Бізге плюс 1 шығу керек. Ана жерге 4 қойып көрейік. 4 2 бөлсең 2, 2-ден 1 азайтсаң 1. Мынадан шығып тұр. 8-ші есебі геометрия сияқты диагоналы А-ға тең квадраттың ауданын табыңыз дейді. Так, квадрат деген қабырғалары тең тік төртбұрыш. Так, диагоналы А-ға тең дейді. Диагонал деген былай. Диагонал А-ға тең болса, біз қабырғасын табуымыз керек, ауданын табу үшін. Қабырға 2 катет болып тұр, диагонал гипотенуза болып тұр. Егер 2 катет бірдей болса, квадратта бірдей болады. Онда гипотенузаны түбірасты 2-ге бөлсек, қабырға шығады. Онда А бөлінген түбірасты 2, А бөлінген түбірасты 2. Квадраттың ауданын табыңыз дейді. Аудан деген екеуінің көбейтіндісі. А бөлінген түбірасты 2 мен А бөлінген түбірасты 2-ні көбейтсек, түбірасты 2 мен түбірасты 2 2, А мен А квадрат. Есептің жауабы осылай тұру керек. Келесі 9-шы есеп. Тікбұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданын табыңыз. Тестте суретімен берген есепті. Одан кейін 5, 6, 7 деген 3 өлшемін жазып қойыпты. Толық бетінің ауданы. Енді несі сақтанды? Толық бетінің ауданы деген толық бетінің ауданы. Так, 2АВ қосу 2ВС қосу 2АС деген формула бойынша шығады. Так, барлық сандарды бір-біріне көбейтуіміз керек, және 2-ге көбейтіп отыруымыз керек. Так, бірінші АВ дейді. Мынау болсын, мысалға 2-ге көбейтсек 30, 2-ге көбейтсек 60. Так, енді мына 2-ге көбейтейік. 2-ге көбейтсек 42, 2-ге көбейтсек 84. Так, енді 5 пен 7 қалды. 2-ге көбейтсек 35, оны тағы 2-ге көбейтсек 70. Енді осының бәрін қосып шықсақ, есептің жауабы шығады. Так, мына 2-ге қоссақ 144, оған мынаны қоссақ 214 сантиметр квадрат. Есептің жауабы. Келесі 10-шы есепте мындай А куб минус 64 деген теңдеуді шешіңіз дейді. Так, А куб минус 64. 64 деген 4-тің кубы. Сондықтан А куб минус В куб деген формула бойынша беріліп тұр мынау. Астындағымен қысқару керек. Так, А куб минус В куб деген бірінші формуланы жазып қойық. Мына жаққа А куб минус В куб деген ол А минус В, А квадрат плюс АВ плюс В квадрат. Так, солай жазайық. АБ деген бізде қазірге А куб деген А-ның кубы, 64 деген 4-тің кубы, сонда А минус 4 болып тұр. А квадрат деген А квадрат плюс АВ деген екеуінің көбейтіндісі 4А плюс В квадрат деген 4-тің көбейтіндісі 16. Сонда жоғарыдағы А куб минус 64 дегенге қазір мынаны жазсақ болады, екеуі тең. Так, жазайық орны. А минус 4. Так, А квадрат плюс 4А плюс 16. И бөлшектің бөлімінде А квадрат плюс 4А плюс 16. Көбейту 3 бөлінген А, азайту 3 тең 0. Мұна екеуі бірдей, сондықтан қысқарады. Қысқарғаннан кейін, так, мынау көбейту 3. А минус 4 қана қалды. Көбейту 3 бөлінген А минус 3-ті былай қарай өткізе салайық, плюс 3 қып. Так, сонымен мына аны бөліп тұрған аны мына бетке көбейтейік. А минус 4, 3 қала берсін. Аны көбейтсек 3А, сосын екі жақтың 3-ін қысқарт жере салайық. А минус 4 тең А қысқарып кетеді. Так, А қысқарып кетсе, минус 4 тең 0 болып қалды. Бұл есептің шешімі жоқ деген жауап болу керек. Өйткені ешқандай А мәні шыққан жоқ. 11-ші есеп, теңдеулер жүйесі. Так, есептің вариантты X пен Y-ның орнына қоймаймыз, себебі есептің шартында Y-ті ғана табыңыз деген. Сондықтан есепті шығарайық жолмен. Мынаған қарағанда логарифм оңайырақ, шамалы Y азайту X тең түбірасты 2-ның 4 дәрежесі. Түбірасты 2-ның 4 дәрежесі 4. Сондықтан Y тең 4 қосу X. Y-ті тауып алдық, енді мына жердегі Y-ның орнына қоямыз. 3-дің X дәрежесі көбейту 2-ның Y дәрежесі деген жерге 4 қосу X. Тең 576-ға тең. Так, енді 3-дің X дәрежесі, мына жерде тек қана 2-ның X дәрежесі қалу үшін 2-ның 4 дәрежесін бөлек жазып қоямыз. 2-ның 4 дәрежесі деген 16.
576. Так, 576-ны 16-ға бөлсек, так, 36 шығады. 3-нің x дәрежесі мен 2-нің x дәрежесі ол 6-ның x дәрежесі болады. Дәреже бірдей болғаннан кейін көбейтуге болады. Так, осы жерден x тең 2 екенін табуға болады. Өйткені 6-ның 2 дәрежесі 36. Так, x 2 болса, біз мына жерге x-ті қоя саламыз. Y деген 4 қосу 2, сонда 6. Есепте y тап деген. Жауап алды. Келесі. 12-ші есеп логарифмде. Бұл есеп бұрыннан келетін есеп, осылай ұзын болып келеді. Бұны қазір шығару жолын көріп болғаннан кейін жауабын жаттап алғанда дұрыс. Тест жақындап қалды дегендей. Так, басайық. Логарифмнің басынан бастап былай шығаратын боламыз. Так, логарифм бүйтіп бөлшектің астына кетсе дәрежеде, онда бұны жоғары шығарып алу керек міндетті түрде. Логарифм 2 тұрған жерінде тұра береді. Так, жоғары қарай шығарған кезде а мен бұның орны өзгереді. Б а емес, а б болып қалады, плюс 1 көбейту в минус 2. Сосын логарифмдер қосылған кезде оны көбейтіп жазып алатын тұғын. Так, логарифм а б көбейту қосу болғасын а-ның бір дәрежесі. А. Так, тағы да көбейту. Б мен Б. Так, нарада тағы дәреже қосу деген, оны да көбейту жазып аламыз. Логарифм Б А көбейту Б-ның бір дәрежесі. Қосу А Б. Так, мынау тағы да орны өзгереді. 2-нің жанына бет жоғары шығарған кезде А Б деген Б А болып қалады. Так, қосу 1. Так, ары қарай тағы шамдауға тырысайық. Қосу 1-ді көбейту қып, негізі 1-ден жазып алсау көреді. 1 дегенде А-ның бір дәрежесі көбейту қосылайық. Мына жерге де плюс 1-ді Б-ның бір дәрежесі деп артық тірлік қылмай 1-ден көбейту жасайық. Енді, так, мына 2 логарифм алдындағы сан ылғи дәреже болып кетеді мына жаққа. Мынада да тұр. Дәреже болып кетеді. Енді мынаны қысқартуға дайын. А болып тұр, біз қысқарт чере саламыз, сол кезде Б квадрат болады. В квадрат А, мына жерде тағы бір В тұр, минус 2. Так, А мен А қысқарады. В, А, мына жерде В мен В қысқарады. А, В. Так, қосу. Мына жақта А тұр. Так, В мен В қысқарады. Тағы да А, сосын Б. Тең. Так, не болды? А болды и В куб болды. Квадрат пен В. Минус 2. Адан 2, Вдан 2, сонда А квадрат, В квадрат. Қосу. А квадрат, В. Так, бұл жерде барлығында А және В бар. Жақшаны сыртына шығарамыз. В-ның 2 қалады біріншісінен. Мына жерден 2 А В қалады. Так. Нарада А квадрат құны. Өзін ара А куб болу керек. Жақшаның ішінде А-ның біреуі шыққасын, екеуі қалу керек. Так, енді есептің жауабында А В деп тұр, және ішіндегі қысқаша көбейту формасы В минус А-ның квадраты. Есептің жауабы осылай болу керек. 13-ші есепте мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз. Бұл интегралға байланысты берілетін есеп. Интегралды сызамыз бұлай. X-тің үлкенін жоғарыға, кішісін астына 2, 1. Мына функцияны жазамыз. 2x dx. Y тең 0 деген есепке қатыспайды. Бұл жай есептің шарты. Біз 2x-тен алғаш функция алуымыз керек. X квадрат. Соған 2 мен 1-ді қойып, бір-бірінен азайту керек. Так, 2-ні қойсақ 2-нің квадраты 4. Азайту 1-ді қойсақ 1-дің квадраты 1. Есептің жауабы 3. Келесі. 4-ні x дәрежесі, минус 10, 2-ні x дәрежесі, қос 16, кіші 0-ден теңсіздікті шешіңіз дейді. Так, біз мына жерде дәреже x дәрежеде тұрғандықтан әзірге 2-нің x дәрежесін А деп аламыз. Айнымалы енгіземіз. Сол кезде 4-ні x деген ол 2-нің x-тің квадраты, сондықтан бұны А квадрат деп аламыз. Минус 10А қосу 16 кіші 0-ден. Дискриминант. Так, 10-ның квадраты 100, минус 4 көбейту 16 деген ол 64, мен 36. Так, А1, А2. 10 қосу азайту 6 бөлінген 2. Егер қазір қоссақ, 16 бөлу 2 деген 8, азайтсақ, 4 бөлу 2 деген 2. Бұл қазір біз А-ны тауып тұрық, қайтадан А-ның орнына қою керек. 2-нің x дәрежесі тең
адан бірінші 2 шықты дейік. Так, 2-нің қанша дәрежесі 2, ол 1 дәреже. Енді 2-нің x дәрежесі тең 8 дегенде сан шықты. 8 деген 2-нің 3 дәрежесі. Сонда есептің жауабы 1 және 3. Бірақ бұл теңсіздік болғандықтан 1 мен 3-ті сандар өсіне салу керек. 1, 3, плюс, минус, плюс, кіші деп берілген. Сондықтан минус. Есептің жауабы 1-ден 3-ке дейін. Келесі. Функцияның туындысын табыңыз дейді 15-ші есепте. Мына жақша күйінде табу қиынырақ. Мына жақшада екеуі бірдей. Біреуі қосу, біреуі азайту. Бұл а квадрат минус в квадрат деген формула. Осыған келу керек. Сонда біріншісінің квадраты, мынаның квадраты кәдімгі түбірасты x, ал мынаның квадраты 2-нікі 4, мынанікі түбірасты x. Бұдан туындалған шама оңай. Туынды болғанда түбірастының формасын білу керек. 1 бөлінген 2 түбірасты x формасы. Так, минус 4 бөлінген түбірасты x-тікі 1 бөлінген түбірасты x-тің формасы. Так, минус 1 бөлінген 2x түбірасты x. Формада минус бар, берілгенде минус бар. Сондықтан бұл плюс болып кетеді. 4 бөлінген 2x түбірасты x. 2 мен 4 қысқарады. Жауапта 2 деп тұрады. 16-ші есеп. Мынандай функцияның мына аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз дейді. Бұл туындыға байланысты тақырып. Сондықтан туынды табыңыз бірінші. Так, x-дің 4 дәрежесінің туындысы 4x куб минус 8x квадраттікі 16x. Осыны 0-ге теңестіреміз. 4x жақшаның сыртына шығарсақ x квадрат минус 4 болады, тең 0. Жақшаның ішінен плюс минус 2 шығады. Жақшаның сыртынан 0 шығады. Енді осы 3 санды шыққан мына аралыққа крема тексеріп көреміз. Минус 4 пен 2-нің ортасында плюс 2 бар. Бұл мына жақта да тұр. Минус 2 кіреді осы аралыққа, 0 кіреді. Минус 4 пен 2-нің ортасында бар. Сондықтан барлығы кіретін болып тұр. Минус 4-ті, 0-ді, 2-ні және минус 2-ні, мынаны және мына 2 санды төртеуінде x-терін орнына қойып тексеріп көреміз. Бірінші, минус 4-ті қойып көрейік. Минус 4-ті қойсан, минус 4-тің 4 дәрежесі, минус 4-тің квадраты көбейту 8 деп есептейсің. Содан 137 деген сан шығады. Так, екінші, 0-ді қойып көрейік. 0-ді қойсан 0 болып кетеді, 0 болып кетеді, одан 9 шығады. Үшінші, минус 2 мен 2-ні қойған кезде. Так, минус 2-нің 4 дәрежесі, 2-нің квадраты. Нарда жұп дәрежелер болғандықтан екеуінен де минус 2 мен 2-ден бірдей мән шығады. Екеуін қойсаң да екеуінен минус 7 деген сандар шығады. Осыларды қойып, есептеп болғаннан кейін, осының ішінен ең үлкен сан мен максимум. Ең кіші сан минимум. Есептің жауаптары болады. Минус 7, 137. Келесі мысал. 17-ші есеп. Тең бүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы 10-ға, табандары 12 және 24-ге тең. Трапецияның биіктігін табыңыз дейді. Так, біз трапеция сайық. Так, табандары 12 және 24 делінді. Бүйір қабырғасы 10. Так, біз барлық трапецияда мынандай биіктік түсіру керек. Сонда мына кішкентай жер, ол екі табандарын бір-бірінен азайтып 2-ге бөлгенге тең. 24-тен 12-ні азайтсаң 12, 2-ге бөлсең 6, бізге биіктікті тап деген, ол Пифагор бойынша шығады. 10-ның квадратынан 6-ның квадратынан азайтсаң 8-дің квадраты шығады. 18-ші есебі. Есебін берілгені. Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 4 және 8, бұрыштарының біреуі 30 градус болатын параллелограмм дейді. Бірінші тік параллелепипед салып. Тік параллелепипед. Так. Шамамен былай. Тік параллелепипедтің табаны қабырғалары 4 және 8 дейді. Біреуі 4, біреуі 8 табан қабырғасы. Бұрыштарының біреуі 30 градус болатын параллелограмм дейді. Бұрыштарының біреуі 30 градус болады. Сонда табанда мынандай параллелограмм жатыр. Біреуі 4 және біреуі 8 болады. Енді ары қарай кіші бүйір жағының диагоналы. Енді бүйір жағы деген, бүйір жағында тұрған 4 бұрыштар. Енді сол 4 бұрыштардың біреуі шамалы кішкентай, біреуі үлкен. Соның кішісін айтып жатыр. Кіші бүйір жағының диагоналы деген, мысалы мынау. Кіші бүйір жағы, оның диагоналы мына сызық. Диагоналы табан жастығымен 45 градус бұрыш жатса, мына жер 45. Бұл неге 45 деп берген? Өйткені 45 болған кезде 2 катет тең болады. Сонда мына кіші қабырғасымен биіктік тең. Арада көлем тап деген, көлем табу үшін осы биіктік керек. Ал бізде кіші қабырғасы бар 4. Сонда бұның биіктігі де 4, ол да 4.
Так, енді көлем табу үшін бізге табанның ауданын биіктікке көбейту керек. Табаны параллограмм, параллограммның ауданы 2 қабырғасымен арасындағы бұрыштың синусына көбейтеді. Синус 30-да 2-ден 1. Осымен табан аудан шығады. Бұны биіктікке көбейтсек 4-ке көлем шығады. Так, 4-пен қысқарта салайық. 2, мына екеуі. Неше мынау? 32. 2-ге көтсең 64. Есептің жауабы. Келесі 19-ші есепте ABCD, A1, B1, C1, D1 деген бұл куб дейді. DV1 көбейту DC1 скаляр көбейтінді тап деген. Так, скаляр көбейтінді деген екеуінің ұзындықтарының көбейтіндісі. Екеуінің ұзындықтарының көбейтіндісі және арасында бұрыштың косинусы керек. Так, мына жақта бүйтіп суретін беріп қойған тестте кітапшада дәл осылай. Енді DV1 деген қайсы? DV1 деген мұнау, DC1 деген мұнау. Мұна екі сызықтың бір-біріне скаляр көбейтіндісін тап дейді. Және мына жерге 2 деп қойыпты. Кубтың барлық қыры 2-ге тең деген сөз. Егер барлық қыры 2 болса, мынау гипотенуза болып тұр 2 төбірасы 2. Біреуінің ұзындығын тауып алдық. Ал мынау кубтың жалпы диагоналы. Кубтың диагоналы кубтың қабырғасын төбірасты 3-ке көбейтсең шығады. 2 төбірасты 3. Сонда біз екеуінің де ұзындығын таптық. Біреуі 2 төбірасты 2, біреуі 2 төбірасты 3. Енді арасында бұрыштың косинусы керек. Так, арасында бұрыш деген мына екеуінің арасындағы бұрыш. Енді мына үшбұрышқа қарайық. Мына жер, мынау. DV1, C1. DV1, C1 мына жері тік, өйткені бұл куб, барлық жері тік болады. Так, сонда косинусты, мына бұрыштың косинусын іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деп қарастырсақ болады. Іргелес жатқан катет деген мынау жаңағы 2 төбірасты 2. Гипотенуза деген жаңағы 2 төбірасты 3. Осыдан есептің жауабы шығу керек. 2 төбірасы пен 2 төбірасы қысқарады. 2 төбірасты 2 мен 2 төбірасты 2 көбейтсең 8. Есептің жауабы. 20-ші есеп бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Так, екеуін ақ берсе оңай болар еді. Нарада 3-еуін беріп қойған, сондықтан 2 рет құтылу керек. Мынаны біреу деп, мынаны біреу деп қарастырайық. А минус В болып тұр, біз соның плюсіне көбейту керекпіз. 1 плюс төбірасты 2 плюс төбірасты 3-ге. 1 плюс төбірасты 2 плюс төбірасты 3. Так, асты А минус В, А плюс В болғандықтан А квадрат минус В квадрат болады. А төбесі мынаны 1-ге көбейтсең өзі болып тұра береді. 1 плюс төбірасты 2 қосу төбірасты 3. Так, астын А квадрат минус В квадрат қылайық. 1 плюс 2-ның квадраты. Бұл қысқаша көйту формуласы бойынша А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрат болып ашылады. Так, минус төбірасты 3-дің квадраты 3. Так, мына 1 мен 2 қазір 3 болып тұр. Минус 3 болса сонда барлығы қысқарып кетеді. Так, жоғарыда 1 қосу төбірасты 2 қосу төбірасты 3. Бөлімінде 2 төбірасты 2 ғана қалды. Әлі де бір иррационал қалды бөлімде. Сондықтан 2 жағында төбірасты 2-ге көбейтеміз. Мына жаққа дұрыстап жазалайық бірінші. Мына төбірасты 2-ден де құтылу үшін 2 жағында төбірасты 2-ге көбейтеміз. Жоғарысын, астын. Так, сонда астында төбірасты 2 мен төбірасты 2 2 болады. Мына 2 мен 4 болады бөлетін бөлімде. Төбесінде бәрін төбірасты 2-ге көбейтіп шығамыз. 1-ге көбейтсең төбірасты 2, төбірасты 2 мен төбірасты 2-ні көбейтсең 2, төбірасты 2 мен төбірасты 3-ті көбейтсең төбірасты 6. Осындай жауап болу керек. Вариантта есептің жауабы. 21-ші есеп функцияның анықталу болғысын табыңыз дейді. Анықталу болса burada бөлшектікі, сосын түбір астынікі. Түбір астынікі ылғи x плюс 7 түбірдің астындағы үлкен немесе тең нөлден дейтін тұғым. Сонда x үлкен немесе тең минус 7-ден. Так, мына жерде x үлкен түбірдің астындағы x плюс 3-ті үлкен дейміз 0-ден. Немесе тең демеген себеп бөлшектің бөлімде тұр, тең бола алмайды 0-ге. Так, x үлкен минус 3-ден. Енді мына екеуін біріктірсек, есептің жауабы шығады. Біреуі минус 7, біреуі минус 3. Екеуі де үлкен. Минус 7-ден үлкен деген былай қарай кетеді. Минус 3-ден үлкен деген былай қарай кетеді. Есептің жауабы минус 3-ден плюс шексіздікке дейін. 22-ші есеп теңсіздікті шешіңіз деген тригонометриялық теңсіздік. Так, синус көбейту косинус деген. Ол синус 2 альфаның формуласы, жүрсе алдында 2 жоқ. Так, синус 2 альфа деген. Жақшаның ішінде 2 көбейтесін альфаны. 2 пи бөлінген 3 минус 6х.
Так, мына жақта бөлу 2 болу керек негізінде формада. Ол бөлу 2-ні мына жаққа көбейтіп жібере салайық. Сол кезде 2 мен 4 қысқарады да, түбір асты 3 бөлінген 2 деген біз білетін сан шығады. Одан кейін x-тің алдында минус тұрған кезде теңсіздікті шығаруға болмайды, сондықтан қазір орнын ауыстырып аламыз. 2π бөлінген 3 минус 6x-ті 6x минус 2π бөлінген 3 деп ауыстырамыз. Сол үшін мына таңба өзгереді. Сосын мынаның таңбасы өзгереді. Минус түбір асты 3 бөлінген 2 болып қалады. Так, x-тің алды плюс, енді барып есепті шығарсақ болады. Шеңбер синус минус болғанда астында таблицада минус π бөлінген 3 үлкен болғасын алға жүретті, асып кетті, 4π бөлінген 3. Енді жақшаның ішіндегі минус 2π бөлінген 3 екеуіне де қосылу керек, плюс 2π бөлінген 3. Так, плюс 2π бөлінген 3. Так, мына жерді қоссақ 6π бөлінген 3 шығады, 6π бөлінген 3 деген 2π. Так, мына жерді қоссақ 1π бөлінген 3 шығады. Осы екеуі есептің жауабы, дұрыстап жазып алайық. Π бөлінген 3 қосу 2πn, 2π қосу 2πn. Біз қазір минус 2π бөлінген 3-ті жібердік, плюс 2π бөлінген 3 қып, енді 6x-тің 6-сын жіберу керек. 6 алымында тұр, мына жаққа барлығына бөліміне түседі. Мына жерге, мына бөліміне, барлығының бөліміне. Сонда 3 пен 6 18 болады, қосу 2 мен 6 қысқарып pn бөлінген 3 болады. 2 мен 6 қысқарып π бөлінген 3, 2 мен 6 қысқарып pn бөлінген 3. Есептің жауабында осылай тұру керек. Келесі есеп 20 сандық тізбектің n-ші мүшесі деген бір форма беріп қойған. Онда a2 минус a3-тің мәні неге тең дейді. a2-ні табу үшін n деген жерге бір ақ жерде n тұр екен, 2 қоямыз. a3-ті табу үшін n деген жерге 3 қоямыз. Сонымен, так, 2 косинус π бөлінген n дейді. Сонда 2-ні қойсақ, n-нің орнына π бөлінген 2. Қосу логарифм 2-де 1 бөлінген 16. Қазір a3-ті қоя тұрайық, біріншінен есептеп алайық. Косинус π бөлінген 2-де 0-ге тең. Себебі мына шеңберде π бөлінген 2 деген плюс пен минустың ортасында 0-ге тең. 0 болып кетеді. Логарифм 2-де 1 бөлінген 16 дегенді ойлану керек. 2-нің қанша дәрежесі 1 бөлінген 16 деп. Жалпы 16 деген 4 дәреже, 1 бөлінген болғандықтан минус 4. Так, a2-ні таптық. a3-те 2 косинус π бөлінген n орнына 3 қойсам π бөлінген 3 болады. Қосу, логарифмді қайттан жазбай, бұның орнына минус 4 дей салайық, өйткені ол минус 4-ге тең. Так, косинус π бөлінген 3-те 2-ден 1-ге тең. Сонда 2 көбейту 2-ден 1 минус 4. 2 мен 2-ден 1 қысқарады, 1 азайту 4 деген ол минус 3. Енді есептің шартында a2-ден a3-ті азайт дейді. a2 деген бізде минус 4, одан азайту керек, a3 деген минус 3. Азайту минус 3 болған кезде плюс болып кетеді. Есептің жауабы минус 1 шығады. 24-ші есеп f от x түбір астында функциясының анықталу облысында алғашқы функцияның жалпы түрін тап. Алғашқы функция тап деп тұр. Анықталу облысы деген сөзге мән берудің қажеті жоқ. Так, алғашқы функция түбір асты x. Түбір асты x-тің формуласы. Так, 2x түбір асты x бөлінген 3, сосын x-тің туындысы. Так, осы формула бойынша істейміз. 2 және 3 деген ол формуланың 2 мен 3-і. X деген аны көшіріп жазасың деген сөз. Так, 3-тен 1 x қосу 6. Сосын түбір асты x деген дәл осыны түбір астымен. 3-тен 1 x қосу 6. Так, енді x-тің туындысы деген жақшаның ішінен туындаласын. 3-тен 1 x қосу 6-ның туындысы 3-тен 1. Мына 3 пен 3-тен 1 қысқарады. Есептің жауабы мынау болып қалады сонда. Алғашқы функциясы. Так, келесі соңғы есеп x теріс бүтін сан дейді. Дұрыс теңсіздікті табыңыз. Енді типа логический есеп сияқты құрастырған. Жауаптарда дұрыс, бұрыс, екеуі де дұрыс, мәлімет жеткіліксіз деген сияқты нәрселер тұр. Так, енді есептің берілгенін жайлап ойланайық. X теріс және бүтін сан дейді. Мұның қайсысы дұрыс екенін анықтау керек. Дұрыс, бұрыс екенін анықтау үшін бір x-ге өзіміз ойдан бір теріс бүтін санын алайық. Мысалға теріс болатындай минус 2-ні алайық. Минус 2. Енді екеуін тексеріп көрейік. X-ның орнына минус 2. Дәрежесінде 2x деген минус 4. Қосу 1. Үлкен 0-ден 0 дұрыс па тексеріп көрейік қазір. Минус 2-нің сонда бізге
минус 3 дәрежесі керек. Минус 2-ның минус 3 дәрежесі минус 8-ден 1. 0-ден үлкен ба, үлкен емес па ойлану керек. Минус 8-ден 1 деген 0-ден үлкен емес, сонда біріншісі дұрыс емес. Екіншісін тексеріп көрейік. Так, дәл болса тек таңба былай қарап тұр. Сонда ең соңында минус 8-ден 1 кіші 0-ден болады. Енді бұл дұрыс. Минус 8-ден 1 деген 0-ден кіші. Сондықтан екіншісі дұрыс деген жауап есептің жауабы. 2 дұрыс деп тұр С-да.